Жақында әлеуметтік желілерде жүгір немесе өлесің сияқты жасөспірім балалардың қауіпті ойындары туралы бейне жазбалар таратылуда. Оның мәні жүріп бара жатқан көліктің алдынан жүгіріп өту. Өмірге қауіпті ойынның тәртібі келесідей. Бала жолдың шетінде тұрып, жылдамдықпен келе жатқан көлікті күтеді. Содан кейін ол оның алдынан мүмкіндігінше жақын жерден жүгіруі керек. Осылайша жасөспірімдерге мұндай әрекеттерді жасауға батылдығы бар ма, әлде жоқ па, соған тексеру. Алайда бүгінгі күні біздің елімізде мұндай деректер тіркелмеген. Сонымен қатар, ағымдағы жылдың 9 айында елімізде кәмелетке толмағандардың қатысуымен 2,5 мыңнан астам жол көлік оқиғалары орын алған. Онда 200-ден астам бала қаза тауып, 3 мыңға жуық бала жарақат алған. Бұл ретте балалар жолаушы немесе жаяу жүргінші болған. Өз кезегінде Ішкі істер министрлігі жол жүрісіне қатысушы біздің кішкентай балаларымызды осындай абайсыз әрекеттерден қорғауға және барлығын жол жүрісі қағидаларын сақтауға шақырады. 12-16 жасында бала өмірдің шексіз емес екенін әлі түсінбейді және олар өлімнің не екенін білмейді. Сонымен бірге баланың ата-анадан бөліну процесі жүріп жатырған уақыт. Демек олар баланың алдында беделді мәртебесін жоғалтады. Бірақ сонымен қатар балада қандай да бір үлгі тұту қажеттілігі сақталады. Егер осындай ойындары бар виртуалды досы пайда болатын болса, онда қиындық туғызады. Ата-аналардың қолынан келетін ең маңызды нәрсе баламен достық қарым-қатынасты жоғалтпау және оларды компьютерлік ойындардан алыстату. Бастысы тыйым салмау. Бұл жасөспірімдерді ашуландыру мүмкін. Сол үшін басқа нәрсеге қызығушылығын ояту немесе олармен жылы жүзді әңгімелесу. Сіздің өміріңіздегі оның маңыздылығын түсіндіру. Кез келген ойын көбіне даудамайдың нәтижесінде туындайды. Сондықтан оны нашар ортадан шығару үшін балаңыздың кіммен сөйлесетінін білу маңызды. Сонымен қатар мұндай ойындардың қауіпті екенін түсінуге көмектесетін ақпаратты жеткізу керек. Автокөліктің соқтығысуы нәтижесінде өмір бойы мүгедек болып қалуға немесе тіпті қаза болып кетуін түсіндіргеніңіз абзал. Ең бастысы, ата-аналар баласына өмірдегі мақсатын табуға мүмкіндік беру керек. Сондықтан егер олар қандай да бір қосымшаларға барғысы келсе, онда тек қолдау көрсеткеніңіз абзал деп санаймыз. Ал жүргізушілерді өздерін және айналасындағыларды апаттан аман алып қалу үшін жолда өте мұқият болуға шақырамыз. Жол жүрісі қағидаларын сақтау қажет. Балалар оқитын және көп шоғырланатын орындардың жанында жылдамдықты төмендетіп жүріңіз. Жол жиегіндегі адамдарға назар аудару маңызды екенін есте сақтаңыз. Адам өмірінен маңызды ештеңе жоқ.